Саған мұны четкий банан деген кімдікі екен, ё-майо, мұна кісіні кім екен? Саған қараңыздаршы, не деген банан мынау дейтін. Бай, ты молодой пацан болып тұрғаны дейтін, ё-майо. Артқы жағы вообще соска екен. Қараңыздаршы. Үстінде немене? Осындай наклейкасы бар ма? Негізі бұлай дерзкі екен, сырттай қарасаң, мынандай бір қою қызыл түс деген мына бананға әдемі жарасып тұрады екен. Ё-майо, осындай менде де Мерседес банан болса екен. Менде осындай көлікті армандаймын ше, негізі түсімде де осындай көліктерді көрем. Бауырым. Так, маған мынау сөйледі ма? Ассалаумағалейкум, көке, қалайсыз? Бауырым, бағадан бері қарап жүрмін. Сен менің көлігімді ұнатып қалған секілдісің ғой, көке, саған мына сіздің көлігіңіз базар жоқ екен. Тюнингтен не болса да өлтіріпсіз. Рахмет. Айтпақшы, сенде осындай көлік алғың келе ма? Менде осындай көлік алғым келеді. Короче, менде бір құпия бар. Саған айтсам бекен, айтпасам бекен, соны ойланып тұрмын. Так, көке, ол қандай құпия тағы, маған айта беріңіз. Мен дейтін негізі құпия сақтай аламын ішінде. Айтпақшы, сенің есімің кім? Менің есімім Джонни болады, сол бәрі мені Джонни дейді ғой, қалада Джонни дейсіңіз бәрі таниды по идее. Түсінікті, менің есімім Мұрат болады, бірақ мені бәрі Томас Шелби дейді. Білем, Томас Шелби деген бір кино бар еді ғой, сондай кинодағы сіз кейіпкерге ұқсап тұрсыз негізі. Қандай басыңыздағы бас киімде, үстіңіздегі осындай пальто ма, плащ па, бәрі, в общем, образыңыз ұқсап тұр ғой, сол Томас Шелби дейтін бір актерға. Короче, Джонни, тыңда, мен бір жақында өзімнің достарымнан естігенмін. Ана бір қаланың шетіндегі Тревордың ауылын білесің ба? Сол ауылда, короче, свалка бар, яғни сынған машиналардың свалкасы бар. Сол жерге жақында бір су жаңа Бугатти келді деп естігенмін. Енді ол Бугаттиді тезірек басқа біреулер алып кетпей тұрғанда, сен барып алып кет, егер сен осылай байығың келсе. Бірақ енді бұл өте апасны, өте қауіпті болуы мүмкін. Оған мен жауап бермеймін. Мен тек қана саған қалай тез байып кетудің жолын айттым. Мен саған Томас Шелби, братан, көп рахмет те кеңесіңізге. Так, қаланың шетіндегі свалка дейсіз ба? Жақсы, мен қазір барып көрермін. Сіздің кеңесіңізге көп рахмет. Мен саған, достар, көрдіңіздер ма? Мына Томас Шелби деген кісі маған дейтін, короче, өзінің кеңесін айтты. Яғни бұрынғы Тревордың ауылы бар емес па? Сол Тревордың ауылында, короче, мен саған дәу свалка білет. Мен естігем ол свалканы. Сол свалкаға Бугатти келген дейді. Ё-майо, ойлаңыздаршы, Бугатти. Так, қазір онда мен такси ма немесе мотоцикл ма тауып алып, сол Тревордың ауылына барып көрмесем. Ё-майо, менің астымда өшше көлік жоқ, так, басқа бір көлік тұрлап кетсем, негізі мен қаланың ортасында жүрмін. Қаланың ортасында көлік ұрлау өте қауіпті. Короче, достар, мен дейтін арендаға осындай мотоцикл алып алдым. Қараңыздаршы, мен саған тауға шығатын мотоциклге ұқсай ма? Жоқ, мынау дейтін ана бір районский болдыра бар ғой, әбу бандиттер, солардың мотоцикл емес па деп базар жоқ. Қараңыздар, мен саған тартысы жорсткі екен. Достар, енді біздер қазір сіздермен бірге Тревордың ауылына баратын боламыз. Тревордың ауылынан әлгі свалкаға барып, жаңағы Бугатти Широнды алып кетпейміз ба де? Теп-тегін тұрған Бугатти Широнды біз алып кетпесек, кім алып кетеді? Ал, құрметті достар, мен деген, короче, Тревордың ауылына келдім. Әлгі банағы свалканы таптым. Ол дейтін, мінеки аты шулы осындай свалка. Мен саған мұнда дейтін өте көп шіріп кеткен, өртеніп кеткен, тіпті быт шыққан, сынған көліктер өте көп екен. Енді бұл жердің егесі жоқ екен, қазір қарап алайын. Әйтпесе қазір мен көлік ұрлағанда көріп қойып тағы да полицейскийға беріп жіберсе, түрмеде шіріп отпайғы. Ал, сіздер лайктарыңызды басып отырыңыздар. Ал, біздер қазір енді Бугатти Широнды табуымыз керекпіз. Мен саған немене, терезелер сынып быт шыққан ба? Так, мінеки біздер келіп қалдық. Ал, мен саған, достар, енді кішкене қатты қорқып тұрмын. Енді біреу шығып қалатын секілді. Бірақ не дегенмен, свалкадамын ғой, ешкім мені көрмейтінде шығар. Давайте көрейікші. Ал, енді мен саған мына көлікті қараңыздар. Ё-майо, шіріп кеткен онаң бәрі. Мынаның тіпті терезе сынған ба? Мына көлікті ешкім аямапты ғой. Кәдімгідей өртеп тастаған ба? Базар жоқ. Мына көліктің есігі де қалмапты.
Ё-моё, мында сынған көліктер өте көп екен. Bugatti Chiron аман бекен, маған сол өте қызықты болып тұр. Мына бір фургонда жарылып кеткен бе? Саған қараңыздар, мында да сынған көліктер өте көп екен. Так, Bugatti Chiron қайда екен? Bugatti Chiron әзірге көрініп тұрған жоқ маған. Так, ё-моё, не істеген мына көлікті? Мына көлік соғысқан секілді ғой де. Алдыңғы бамперде быт шығыпты ғой. Так, мына жақта қандай көліктер бар екен? Мына жақта, так, мына жақта осындай көліктер бар екен. Так, бәрі жанып быт шыққан. Мен Bugatti көріп, Bugatti көріп тұрған жоқпын деп айтайын тұр едім. Мөлтір екен ғой Bugatti. Саған. Так, Bugatti'ді қараңыздаршы. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Так, Bugatti'де, короче, аздаған шрамдары бар екен. Осылай Bugatti'ді біреу келіп ұрған ба, не істеген мәнің бәрін, ё-моё, капотын быт шығарыпты ғой. Так, енді 1-2 миллионға осындай капоттарды түзетіп алуға болады. Негізі шрамдарын кетіріп, кішкене ақша құйсақ. Так, негізі бұлай жақсы көлік секілді да, сыртынан қарасақ. Қазір енді қыздырып көрейінші, қыза ма екен. Давайте көлікке отырып, ішін қыздырып көрейінші, давай. Оп. Так. Саған қызып тұр, базар жоқ. Достар, мына көлікті біздер не істейміз? Ұрлап кетеміз бе? Бізде басқа амалда жоқ секілді ғой да. Давай ұрлап кетейік. Так, оп. Аккуратно, асықпай, жаймен, мұқият айдаймыз да. Давайте кеттік, сибался. Ох, блин. Мына көлігі жарылып жатыр. Саған, мына дөңгелегі жарылып жатыр. Так, бір дөңгелегі жарылып қалды. Енді не істейміз? Ладно, енді бір дөңгелегін жөндеп алғанша жүре тұрамыз. Екінші дөңгелегі жарылып қалды. Ё-моё, қараңыздар. Блин, екі дөңгелегі де жарылып қалды. Саған қараңыздар. Дрифтовать етіп жүрмін. Ё-моё, ой, байтындар. Так, хоп, ана, давайте. Оп, базар жоқ. Дрифтті BMW секілді жібереді екен, базар жоқ, давайте. Хоп. Блин, братишка, кетсе жолдан. Короче, достар, енді біздер мына көлікке әдемі етіп тюнинг істеуіміз керекпіз. Қазір мен сіздердің көздеріңше әдемі тюнинг істейтін боламын. Ендеше кеттік. Достар, короче, осы көліктің сыртын жаттап алыңыздар. Мінеки, мына дөңгелегі жарылып қалған. Так, мына дөңгелегі нормально. Боковой терезесі, яғни жанындағы терезесі сынып қалған. Артында осындай шрамдары бар. Мына жақтағы дөңгелегі де осындай жарылып қалған. Міне, мына жерге екі пистолеттің оқтары тиген. Төбесінде де оқтың іздері бар. Капоты быт шыққан, осындай шрамдары бар. Осы бет бейнесін жаттап алыңыздар Bugatti'дің. Қазір сіздер үшін мен дейтін тюнинг істейтін боламын. Ал давайте 1, 2. Хопана, достар, көрдіңіздер ме? Сіздер үшін мен деген тез тюнинг істеп тастадым. Қараңыздар, саған біздің Bugatti'міз дейтін керемет болып қалды. Так, капотын бәрін ауыстырдым. Так, негізі, достар, ойлайсыздар ма? Мына Bugatti'ге осындай ультра синий, яғни ультра көк түс әдемі келетін секілді. Давайте онда біздер өзіміздің Bugatti'мізге отырып көрейікші. Ал давайте сіздермен бірге Bugatti'дің жүрісін сынап көрейік. Қазір енді біздер хопана, так, осылай шығып алайық. Давайте кеттік. Ендеше машиналардың алдан озып осылай шашковать етіп. Так, негізі мынау Bugatti дейтін жалпақ көлік екен. Шашковать ету өте қиын болады бізге. Жолға сыймай қалуы да мүмкін, себебі өте жалпақ көлік. Қараңыздар. Мінеки, хоп. Дерзкі, базар жоқ. Өте керемет көлік негізі. Так, мыналардың қасына тоқтап әдемет мақтамай ма де? Братишкалар, кедейлер, қалайсыңдар? Қараңдар, менде Bugatti бар. Так, қараңдар. Ох, ё-моё, атыс бастап кеткен несі? Менің Bugatti'ме оқ тек кетпесін. Аурума, жындыма, немене полицейскалар келіп атыс бастап кеткен несі? Так, негізі осы ауылдың полицейскалары қуама бірдеңке. Так, негізі мен Bugatti'дің скоростын сынап көргім келіп тұр. Давайте біздер жарыс көрейік. Небәрі 2 секундта 100-ге бараман. Так, так, хоп. Нормально ғой да, бәрі все нормально, кеттік. Так, кеттік. Ендеше біздер дейтін ең бастапқы жолға шықтық, трассаға. Енді смело жүре берсек болады. Қараңыздар, біздер дейтін уже 160 пен келе жатырмыз. Саған мұнда дейтін кәдімдей машиналар өте көп қош шұбырып жүрген. Так, давайте. Негізім осындай тез скороспен жүру өте қауіпті осындай жолда. Қараңыздар, басқарудың өзі қиын. Так, 200-ге бармай ма не Bugatti? Саған бару керек 200-ге. Так, давай. Ой, блин, жол деген
өте тар екен. Ал достар, сіздерге осы видеоролик ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған. Ал достар, сіздерге осы видеоролик ұнаса, арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Джонни және мен Лимбо. Келесі бөлімде кездескенше.